Мақтаншақ қоян ертегісі. Баяғыда орманда бір қоян мекен етеді. Жазда рахат, орманда бәрі бар. Ал қыс түссе, ол әрдайым азықтық тапшылық көреді екен. Ондай сәттерде шаруалардың астық қоймаларына түсіп, сұлы ұрлауға мәжбүр болады. Бірде ол астық қоймасына келсе, қоян атаулының бәрі жиналған екен. Сонда әлгі қоян тұрып: «Мұртым менің мойылдай, табандарым күректей, тістерім қанжардай, мен ешкімнен қорықпаймын» деп мақтанады. Мақтаншақтың бұл жайын қояндар қарғаға келіп баяндайды. Қарға мақтаншақ қоянды іздеп жүріп, бір ағаштың түбінде бұғып отырған жерінен тауып алады да: «Ия, сен не деп мақтанып едің?» деп сұрайды. «Мұртым менің мойылдай, табандарым күректей, тістерім қанжардай» деген едім. Қарға қоянды бас салып, біраз мылжалайды. Сонда зәресі ұшқан қоян: «Қарға апатай, мұнан былай мақтанбаймын, тисе көрмеңізші» деп жалбарынады. «Ендігі әрі мақтанушы болма» деп қарға ескертеді де жөніне кетеді. Бірде тас үстінде қонақтап отырған қарғаны иттер қағып түсіреді. Мұны көзіп шалып қалған қоян: «Япыр-ай, қарғаға қалай көмектессем екен-ей?» деп ойлайды. Сөйтеді де бір дөңбешіктің үстіне шығып, шоқиып отыра қалады. Иттер қоянды көре сала қарғаны тастай беріп, қуып ала жөнеледі. Ал қарға ұшып кетеді. Қоян да иттерден қашып құтылады. Осыдан біраз уақыт өткен соң, қоянды қайта кездестірген қарға: «Жарайсың, қоян, сен мақтаншақ емес, асқан ер екенсің» деп алғысын айтыпты.